Бүгін сіздердің сөздік қорларыңызды көбейтетін боламыз. Не жерде отырмайсыз, ренжігінде, ашуланғанда, қазір жастар бұны ұрып дейді. Барлығы тиктокта бір-біріне мазаққа бір-біріне болмақсында көремеді, қорқын. Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің сөздік қорларыңызды көбейтетін боламыз. Нақтырақ айтқанда, жастардың қазіргі уақытта жиі қолданатын сөздерін модный, современный сөздермен сіздермен бөлісетін боламын. Аудармасымен, мағынасымен қолданатын жерлермен қалай қолдануға болады, барлығын осы видеода айтатын боламын. Сұрақтарыңыз байқап жүрген шығарсыздар, соңғы кездері қазір Ресейдің өзінде жастар сөздерінің арасына ағылшын тілін қосып сөйлеуді сәнге айналдырған. Оны біз әлеуметтік желілерде байқай аламыз. Нақтырақ айтқанда Instagram, TikTok желілерінде российский блогерларды тыңдап отырсаң, арасына ағылшын сөздерін қосып сөйлейді. Ол өте современно, модно. Ондай сөздер біздің де жастардың арасында жиі қолданылады қазіргі уақытта. Жаңа компанияға түскен кезде, жаңа жұмысқа орналасқан кезде, жаңағы жастар мысалға 25-30-ға дейінгі бір түрлі сөздер өздерінің бір компанияларында, өздерінің компания дегенде жаңағы достарының арасында өздерінің жиі қолданылатын бір терминдары бар. Сол ең танымал терминдарды бүгін талқылайтын боламыз. Егер де сіз жаңа компашкаға түсіп жатсаңыз, лузер болып отырмайсыз. Сол себепті міндетті түрде жазып, мағынасын түсініп алыңыздар. Мен достар, ең бірінші сөз бұл флексить. Ағылшын тілінен аударғанда майыстыру, майысу деген мағынаны білдіреді. 1-2 жыл бұрын бұл сөзді көбінде қозғалу, яғни билеу мағынасында жиі қолданылатын. Ал қазіргі уақытта жастардың арасында флексить, это красоваться, кез келген ортада өзін өзі көрсету, мақтану деген мағынаны білдіреді. Екінші сөз рейв. Рейв ағылшын тілінен аударғанда массовая вечеринка деп аударылады. Бұрын рейв деген сөзді көбінде диджей шақырылған вечеринкаларды рейв деп атайтын. Ал қазіргі уақытта кез келген отырысты рейв деп атайды. Ең басты талап музыка болу керек. Үшінші сөз бұл вписка. Вписка бұл, яғни вечеринкалар өтетін орынды, үйді, квартираны не болмаса, жалпы сол отырысты, үйде отыратын, ешқайда бармайтын отырыстарды вписка деп атайды. Одан кейінгі 4-ші модный сөздердің бірі бұл кринж. Кринж бұл ағылшын тілінен аударылғанда ұялу, қысылу деген мағынаны білдіреді. Жастардың арасында да тура осы мағынада қолданылады, яғни словить кринж. 5-ші сөз, бұны енді білмейтін адам жоқ шығар қазіргі уақытта, краш. Ағылшын тілінен аударғанда бұл сөз разбивать, жаралау деген мағынаны білдіреді. Енді жастардың арасындағыда түпкі мағынасы негізі осы, біреуге жаңағы сырттай ғашық болу, тамсану. Жастардың арасында бұл сөз көбінде жақсы көретін адамын айтады, краш деп, көбінде жауапсыз махаббат. Агриться, да. Агриться көбінде ренжігенде, ашуланған кезде қолданылады. Зашквар. Зашквар дегенді қазір көп естимін, негізінде. Мен бұрын еститінмін, бұл анандай жаргон сөз, көбінде преступниктардың арасында, не болмаса про преступление, сондай жаргон сөз соған қатысты. Негізінде қазіргі жастардың арасында да қолданылатын негізгі түпкі мағынасы сол істеуге болмайтын ұят бір іс-әрекет айтады. Зашквар деп. Рофл. Рофлды біз дегенде білмеймін, сіздердің араларыңызда да байқап жүрсіздер ма? Мен көбінде көп байқаймын тиктокта комментарийлардың ішінде, жаңа біреуге бір мазақтау ретінде комментарий жазып жатады, бірақ алдына кейбіреуі рофл деп жазады, қос нүктесін қойып, жаңа өзінің приколын айтады сол адамға қатысты. Ал кейбіреу рофл деген сөзді жазбайды, бірақ өзінің жаңағы әзілін айтып жатады сол адамға қатысты. Кейбір адамдар оны түсінбейді, жаңағы комментаторға жалобы жасап дегенде атаковать етіп бастайды. Сол кезде көбісі жауап береді, это же рофл деп, это же шутка деген мағынаны білдіреді. Әзіл, шутка. Соны қазір біз бұрын
типа шутка деп айтатын болсақ, қазір жастар бұны рофл деп айтады. Біліп жүріңіздер. Одан кейінгі сөз зашло, заходит. Яғни біреудің әзілі сізге ұнаса, сіз айтасыз зашло, типа біреудің әңгімесі, біреудің әзілі сізге ұнаған кезде қолданылатын сөз. Біздің жастар, қазақ тілді жастардың арасында да көп қолданылады ғой бұл сөз. Өтті, ой, өтті әзілің, ха-ха-ха дейтіндей. Орыс тілінде сөйлесіп жатқан кезде современный, модный болып көрінгілеріңіз келсе, осы сөзді қолдансаңыздар болады. 10-шы сөз дропнуть. Бұл сөз өте танымал сөздердің бірі. Бұны көбінде айтишниктар, IT саласында жұмыс істейтін қызметкерлер, аниме көретін жандар, және де артистар қолданады. Нақтырақ айтқанда, айтишниктар мен аниме көретіндер бұны тоқтату, аяқтау, не болмаса орта жолда қалдыру деген мағынада қолданылады. Артистар көбінде жаңа бір информация, жаңа бір мағлұматпен бөлісетін кезде осы сөзді қолданады. Шеймить, шейм. Ағылшын тілінен аударғанда шейм ұялу, ұялту деген мағынаны білдіреді. Нақтырақ айтқанда, бұны қазір көбінде публично біреуді сөз қылдырғанда, публично біреуді сынаған кезде, көбінде сол кезде қолданылатын сөз. Бұл қазіргі сәтте барлығы тиктокта бір-бірін әйтеуір мазақтап, бір-бірін жер қылып жатады ғой, соны қазір шейм деп айтады. 12-ші сөз бұл voice. Voice дегенді енді барлығымыз білеміз ғой, ағылшын тілінен аударған кезде дауыс деген мағынаны білдіреді. Бұл жастардың арасында, сіздерге айтайын, қызық, мен өзім де білген жоқпын негізінде. Шын айтқан кезде, бұл оказывается жастардың арасында біз жаңағы WhatsApp-пен, Телеграмда, Инстаграм барлығында біз аудио жіберіп жатамыз ғой, аудио сообщение. Соны оказывается жастар voice деп аталады екен. Біліп жүріңіздер. Типа, я тебе вечером отправлю voice. Аудио деп айтпайсыз, енді мен саған кешке voice жіберем деп айтасыз. Келесі сөз vibe. Ағылшын тілінен аударған кезде вибрация, энергетика, атмосфера, настроение деген мағыналарды білдіреді. Жастардың арасында қолданылатын негізгі мағынасы сол. Кез келген бір адаммен араласқан кезде, сөйлескен кезде алған әсеріңізді vibe деп атайды. Жақсы әсер алсаңыз, жақсы энергетика алсаңыз, адам сізге прям ұнаса, мотивация алсаңыз, соны сол әсерді алған vibe деп атайды. 14-ші сөзге де кеп қаппыз. 14-ші сөз бұл жиза. Енді жиза дегенді барлығымыз білетін шығармыз. Көбінде жиза деген бұл жизненный бір ситуацияларды айтады. Барлық адамдардың басында болған бір өмірлік ситуация. Соны жиза деп атайды. Токсик, токсичный. Ағылшын тілінен аударғанда бұл сөз улы, ядовитый деген мағынаны білдіреді. Енді бұны біз адамға қатысты айтатын болсақ, жағымсыз бір адам болады ғой, сізге ұнамайтын, соны токсичный адам деп айтып жатады ғой. Көбінде еш нәрсе ұнамайтын бір жағымсыз адамдарды токсичный деп атайды. Және де ситуацияға да қатысты, сондай жағымсыз бір өзіңізге ұнамайтын әсер алған ситуацияны токсик деп атайды жастар. Крипово. Ағылшын тілінен аударған кезде бұл сөз қорқынышты деген мағынаны білдіреді. Жастардың арасында да бүгінгі көп менің қолданған сөзім жастар. Қазіргі уақытта бұл сөзді тура сол мағынасында қолданады. Қорқынышты бір әсерді, қорқынышты бір ситуацияны, қорқынышты жерді айтайды. Келесі сөз өзіме де ұнайды, жиі қолданамын, easy. Easy енді ағылшын тілінен аударғанда барлығымыз білеміз. Оңай, тез деген мағынаны білдіреді. Бізде көбінде қолданатын мағынамыз тура сондай. Тез жасайтын, бір қолынан келетін нәрсені айтасың ғой. Easy, қазір жасап тастаймын деп, сондай мағынада. Шарить. Шарить енді нақты бір салада көп нәрсені білетін адамды айтады. Я в этом шарю деп, сондай мағынада. Chill, чилить. Ағылшын тілінен аударғанда уақытты босқа өткізу деген мағынаны білдіреді. Негізгі түпкі мағынасы да қазір тура осындай. Достарымен өткізген уақытты, жаңағы қыдырғанын, не болмаса тағы да басқа көңіл көтеруді, босқа уақыт өткізуді достарымен бірге жүре бересің ғой, таңнан кешке дейін не істеп жүргенді өзің де білмейсің, достарымен жүре бересің, сол уақытты жастар chill деп атайды.
Соңғы сөз бүгінгі видеодағы арать. Арать деген айқайлау емес, жастардың арасында қатты күлу, көңіл көтеру, қатты көңіл көтергенде күлесіз ғой, қарқылдап күлу, соны арать деп атайды. Я не могу, я ору деп айтады ғой, сол күлгенін, сол күлген жағдайын, күлген эмоциясын солай айтады. Сонымен достар, бүгінгі видео сіздерге ұнады деген ойдамын, сөздік қорларыңыз көбейді деген ойдамын. Осындай форматта видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Содан кейін достар, барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Біз кеше ғана 1000 болдық. Мен ойлаған басында осы каналды ашқан кезде қалай болады екен, 1000-ға жетпей шығарым деп. Көз қорқақ қол батыр дегендей, міне 1000 болдық. Енді алдағы уақытта бұдан да көбейе береміз, дами береміз деген ойдамын. Ол үшін сіздердің қолдауларыңыз қажет. Менің видеоларым ұнаса, өздеріңіздің достарыңызға жіберіп, бірге чилить етсеңіздер болады. Или өздеріңіздің достарыңызға WhatsApp-та, Telegram-да менің каналымның атын айтып, voice жіберсеңіздер тіптен жақсы. Достар, менің Telegram каналыма да тіркеліп, сол жақта да осы YouTube каналға шығатын барлық видеолар туралы мағлұматтарды, информацияларды алсаңыздар, және осы видеоға қатысты видеоның сценарийін текстовой вариантта мен Telegram каналыма салатын боламын. Сол жерде барлық сөздерді аудармасымен көшіріп алсаңыздар өздеріңізге болады. Достар, назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Күн Саят топ. Келесі видеомда күтетін боламын. Bye bye.